Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Біз бүгін Райымбек аудандық әкімдігінің ғимаратына келіп, қонақта ауыл шаруашылық бөлімінің бастығымен танысып, осы кісімен сұхбаттасайын деп отырмыз. Райымбек ауданы осы жақын арада бір жылдай болды бөлініп, қазір өзінің отауын құрып, үлкен аудан болып, ауыл шаруашылық саласында өз үлкен бір қызмет істеп, үлкен жұмыстар атқарып жатқан жайы бар. Райымбек ауданы таудың басында, хан тәңірінің етегінде отырған үлкен аудан, 1800 метр биіктікте тұр. Үлкен өзінің ауыл шаруашылығында потенциалдары бар. Райымбек бабамыздың туылған жерлері, Мұқағали атамыздың өскен жерлері, сондай бір керемет аудан. Аға, өзіңізді бір таныстырып, өзіңіздің аудан туралы, ауыл шаруашылық саласында жүріп жатқан жұмыстар туралы, асыл тұқымды мал шаруашылығы бар, өзіңіздің мына өсімдіктер туралы, ең мақтанарлықтай біздің Нарынқолдың Қартобай дейтіндей аудан, сол туралы бір-екі ауыз сөз айтып кетсеңіз. Саламатсыздар, мен енді осы Райымбек ауданының ауыл шаруашылық бөлімінің басшысы Оралқұлов Нұрлан Әбдәлімұлы боламын. Райымбек ауданы 2018 жылы бөлінгеннен бастап біз осы жұмыста жұмыс істеп жатырмыз. Енді Райымбек ауданы өсімдік шаруашылығы бойынша, саласы бойынша айтар болатын болсақ, біздің жалпы картонымыз картонымызбен мақтанамыз. Райымбек ауданында 6000 гектар жерге картоп отырғызамыз. 2018 жылы Голландия мемлекетінен 235 тонна элита тұқымды картоптан алып келіп, 2018 жылы 70 гектарға сеуіп, сол 70 гектардан алынған өнімнен 2019 жылы 607 гектарға сол тұқымды көбейтіп отырмыз. Ендігі биылғы 2020 жылға мақсатымыз сол 607 гектардан алынған өнімді 3000 гектарға жеткізейік деп отырмыз. Бұл жаңа өзіміздің жоспарымыз. Енді Райымбек ауданы 2018 жылы жалпы ауыл шаруашылық өнімінің көлемі 25 миллиардта жоспарланған, 25 миллиардқа орындалды. Ал 2019 жылы 25 миллиардқа жоспарланған, алайда жылдың соңында біз 30 миллиардқа өнім көлемін өндіріп отырмыз. Сондықтан енді біз картоппен мақтанамыз. Оған жаңағы облыстықтан Жетісу әлеуметтік корпорациясынан былтыр 2 жылдың көлемінде ауданымызға жаңа техникалар келіп жатыр. 458 миллион теңге облыс әкімдігінен бөлініп, сол 107 техника алып келінді 2018-2019 жылдары. Ал енді 2020 жылға, биылғы жылы тағы да бір сервистік дайындық орталығы құрылып, осы наурыз айының 20-21 күндері 44 техника 152 миллион теңгеге алып келінген жатыр. Жалпы ауыл шаруашылығы саласындағы техникаларымыз осы 2 жылда біраз жаңарып жатыр. Керемет, жақсы. Оның сыртында енді жалпы ауданымыз мал шаруашылығымен негізгі табыс көзі мал шаруашылығы. Мал шаруашылығында да қазір 2018 шаруа қожалықтар жұмыс істейді. Оның ішінде 84 шаруа қожалықтары асыл тұқымды малмен жұмыс істейді. Осы 84 шаруа қожалықтарымыз үкіметтен алынып жатқан жаңағы жеңілдіктерді толық пайдаланып жатыр. Малдарымызда жаңағы асыл тұқымды малдармен алмастырылып жатыр. 2018 жылы Алтай өлкесінен 235 бас Керефорд сыбаға бағдарламасы бойынша 235 бас аналық бас алып келінді. Бүгінгі күнге сол аналық бастардан төлдер түсіп жатыр. Бүгінгі күні сол Расылбай шаруа қожалығы мал саны 500 басқа жетіп қалды. Оның сыртында 2019 жылы Чехия мемлекетінен 64 бас симментал тұқымды мал алып келінді. Бүгінгі қазір Челкіде ауылдық округіне орналасып, арғай жұмысын жалғастырып жатыр. Енді біздің ауданымызда кенжелеп тұрған мәселе товарлы сүт фермасын құру болатын.
оған да инвесторлар келіп, бүгінгі күнге осы 2020 жылға бір товарлы сүт фермасын құру жоспардамыз. Осы 20 марттан кейін құрылысын басталады. Керемет. Ал аға, сіз 84 асыл тұқымды фермаларыңыз, шаруашылықтар бар дедіңіз. Ол қой, сиыр, жылқы қай салада? Негізгі көрсеткіштеріміз жаңағы сиыр малы мен қой малының ұйымдастырылған. Жылқы шаруашылығында асыл тұқымды малымыз аздау. Мына қой шаруашылығында қай породамен асыл тұқымды фермаларыңыз бар? Жалпы бізде 238 мың бас қой ешкі бар. Оның ішінде 165 мың қой ешкі арқан меринос қойы. Асыл тұқымды? Жоқ, арқан меринос қойы. оның ішінде 2 шаруа қожалығы бар. Бұрынғы мынау Ленин колхозы дейді, қазір Ұзақ Батыр ауылдық округінде орналасқан 2 жаңағы палатаға тіркелген 2 асыл тұқымды қой шаруашылығымыз бар. Кезінде, Совет өкімет кезінде біз студентпіз, ол кезде Завет институтының студентіміз, осы Нарынқолмен келгенде мақтанарлықтай ангор ешкісін ұстаушы еді осы. Кереметтей. Сол кезде ол қазір ангор ешкі қалды ма сізде? Ангор ешкі жоқ. Ангор ешкі енді бір жылдары жаңағы мемлекетімізде жаңағы қой шаруашылығының ішіне ешкі қосылмайды деген талаптар болған. Сол кезден бастап жаңағы ангор ешкіні керек азайттық. Ал мына сүт фермасын құрамыз дейсіздер. Оны сүтті өндіргеннен кейін бұл жерде өткізетін, соны бір қаймақ жасап деген сияқты айдан жасайтын завод, фабрикаларымыз. Келіп отқан инвесторымыз сүт фермасын қояды, қойғанның сыртында сол жерден переработка жасап бірақ шығарады. Сыр, қаймақ, сондай дайын бірақ шығарғалы жатыр. Уже инвесторымыз келді, осы март айының 20-21-інде құрылысын бастайды. Жақсы жұмыс, жақсы. Ал мына енді айта кетілетін жағдай, бірталай шаруашылықтарыңыз бар екен, 218 шаруашылықтар бар екен. Оның сыртында тағы да мына ауылды мекендерде кішігірім үйде ұстайтындар бар. Оның барлығы енді алып сату қалай болып жатыр? Оның қай жаққа алып барады? Алматыға апара ма? Малдарын ол өсіреді, оның енді ең аяқ жақтағы табысы ол деген соны сату ғой. Конечный результат. Конечный результат дейміз, соны сату керек. Оны сатқаннан кейін соны оған ары қарай біреулер дамытуға жібереді, біреу үй салуына жібереді, басқасына жібереді. Соны бұл жерде үлкен мал базар бар ма, немесе Алматыға алып барасыздар ма? Қалай істеп жатсыздар? Негізгі малдың бәрі қазір енді шыны керек Маловоны ауылында орналасқан базарға барады. Оның сыртында ауылдың ішінде өз қажеттілігіне байланысты әркім өздеріне жұмсалады. Енді жаңа сіз дұрыс қозғап отырсыз. Осы биылғы жылы бізге Рауан Агро деген фирма келіп жатыр. Ол кісілер Сарыз ауылдық округінен жаңағы 5 гектар жер алып отыр. Кішігірім жаңағы күндігі 8 бас ірі қара, сағатына 8 бас ірі қара соятын жаңағы кішігірім мясокомбинат салғалы жатыр. Осы биыл 2020 жылы іске қосылады деп отырмыз. Жақсы, ол ет комбинаты сонда колбаса шығара ма? Жаңағы елден малды қабылдап алады, содан кейін барып жаңағы шет елдерге шығаруға, жаңағы андородный ет дейді ғой. Соны шығаруға жаңағы сол мясокомбинат жұмыс істеуге дайын. Ал енді әркім енді ол бизнес болғаннан кейін бизнесті ары қарай дамыту керек, сыртқы елдерге шығу керек деген сияқты. Қазір енді кезінде елбасымыз да айтып кетті, қазіргі енді Қасым-Жомарт Кемелович те айтып жатыр, біз Қазақстан экспорттық потенциалымызды көтеруіміз керек. Былай қарасаңыз, енді Нарынқол ауданы мына тұрған Қытайға 82 километр. 82 километр. Негізі сіздер соны былай көздеп отырсыздар ма? Енді шекара ашылса, ауыл шаруашылығы дамыса, мал саны көбейсе, сол бір экспорттық потенциалымызды осы ауданды көтеріп, сол шет елдерге шықсақ па деген. Енді сіздерге мына басқа жаққа шығуға қарағанда, сіздерге мына Қытай ыңғайлы ғой? Жақын. Сол жағынан қалай жұмыс істеп жатсыздар? Енді жалпы үкіметіміздің бәрімізге берген жоспары бар. 2019 жылы
100 тонна еткі экспортқа шығарылу керек болатын. Бізде жаңағы ірі бордақылау алаңдары жоқ болғандықтан біз мына Кеген ауданында орналасқан Бөлексөз мал бордақылау пунктіне малдарымызды өткізіп, қашықтарымызды 100 тонна етті экспортқа шығардық. Керемет. Ал ағат енді бір айта кетерліктей жағдай, қазақ арқар мериносы қошқарлары бір 5 килограммға дейін жүн береді, береді. Сауықтар дейін 3 килограммға дейін жүн береді. Сол жүнді қырыққаннан кейін өңдеуі қалай болып отыр? Енді бұрындары бізде Совет үкіметі кезінде первичный обработка шешетін өзіміздің Текес ауылында орналасқан сондай фабрика бар болатын. Мінекей ол фабриканы жабылып қалды. Қазір енді модернизацияға иесі ақша сұрап жатыр үкіметтен. Енді ары қарай жұмыс істейді, істемейді, ол толық білмейміз. Негізі ол жекеменшіктік неде. Негізі жаңа сіздің сұрақтарыңыз айтып жатсыз. Мысалы 2018 жылы 1 килограмм жүн арқар мериносының 800 теңгеден 1200 теңгеге шейін болды. Ал 2019 жылы сол жүн 300 теңгеге алынбай қойды. Қазір мысалы әлі күнге дейін бізде жүндер өткізілмеген жүндер бар шаруашылықтарда. Ол үлкен проблема. Оны енді өткізетін жеріміз жоқ қазір. Жаңағы Жамбылдың пошына да барып көрдік. 300 теңге дейді. Біз Жамбылдың пошыншын алып барсақ, оның өз құнын өтемей ма? Иә, өзінің құнын жеп қояды. Құнын жеп қояды. Жеп қояды. Ал енді енді сіз осы салада 30 жыл жүрген шығарсыз. Жүрміз. Үлкен тәжірибеңіз бар. Сіз білесіз, енді мал шаруашылығының майын тамызып көрдіңіз. Өте мақтау жүрміз ғой. Иә. Қазір осы біздің кәсіпкерлер осы ауыл шаруашылығында істемесе де, бірақ барлығы соған келіп, өзінің бір жаңа технологияларын алып келіп жатыр. Шет жақтан көрген білгендерін алып келіп, елге көрсетіп жатыр деген сияқты. Соның арасында шет елдегі жүрген мына сиыр малы болсын, қой малы болсын, басқа малдар болсын, солардың породаларын сол жақта көрген білгендерін осы жақта алып келіп, соны өсіретін ойлары бар. Енді біз естіп жатырмыз, осы Райымбек ауданына Новый Зеландиядан сол жақтың қойларын алып келіп, осы жаққа өсіріп көреді деген бір эксперимент па, сондай бір жұмыстар атқарайын деп жатыр екен. Қалай ойлайсыз, сол шетелдің малы сіздің ауданға бейімделіп, өсіп, сол жақта берген жүнін, сол жақта берген етін сақтап қалып, осы жерде соны бере ала ма? Енді ол үшін бірінші кормовой база керек. Малға жем-шөбін шетелдегідей малға жем-шөбімен қамтамасыз етпесек, ол қанша асыл тұқымды болса да, ертеңгі күні ол өнім бермейді. Ал енді жаңа сіз айтып отырған мәселенің де шет жағасын мен естіп жатырмын. Ол кісілердің ойы біздің аудандағы мынау арқар мериносты сақтап қалу. Сол үшін енді жұмыс істейміз деп келіп отыр. Бізге программалардың жіберіпті, хатын оқыдық. Оның сыртында енді жалпы жүн мәселесін көтеретін жаңағы арқар мериносы бізге өзімізге тиімді. Сондықтан мүмкіндігінше ол келсе, біз кейбір шаруаларға теріс пікірде шығар, бірақ та негізгі болашақта арқар мериносы біз дамытуымыз керек. Біздің аудан соған жаралған. Мен де сөйтіп ойлаймын. Біздің аудан. Келешекте сол арқар мериноспен жұмыс істесек, біздің мақтанышымыз ол біздің. Сол Арқа ауданның арқар меринос пен картобы негізі мақтанышымыз сол. Келешекте енді келіп жатса, ол жұмыспен де айналысамыз. Негізі енді ол арқар меринос осы сіздің аудан, біздің табиғатқа бейімделген. Табиғатқа осы Райымбек ауданы, Кеген ауданы, Алматы облысының мына Гебешқазы ауданы, мына Челек өңіріне қарай сол жерлер нағыз таулы аймақтарға, тау-тасқа, суына, ауа райына, соның бәріне бейімделген мал ғой енді ол. Иә. Қанша дегенмен ол жақта. Енді Совет үкіметі кезінде біз білетініміз, мысалы Әшімбаев деген атамыз болған, сол кісі Австриядан 2 қошқар алып келген. 2 қошқар алып келіп, содан жаңағы тұқымдар алынған. Сол 2 қошқарды жақсы күтілген, біреуінен есімде жаңылмасам, біреуінен 17 килограмм жүн қырқылған, екіншісіне 20 килограмм жүн қырқылған, бір қошқардан.
сол кісілердің енді еңбектері қазір ұзақ ауылдық округінде сол жаңағы екі біздің асыл тұқымды қой шаруашылығы сол как раз сол ұзақ ауылдық округінде орналасқан қазір. Онымен жаңағы институттың адамдары жұмыс істелініп жатыр қазір. Жылда баяндировкасын басқасын бәрін жасап, қазір екеуі жаңағы палатада тіркеліп тұр. Рахмет, сондай қызықты әңгіме, өте былай толықты барлығын айтып бердіңіз. Біздің көрермендер, ауыл шаруашылығында жүрген көрермендеріміз енді осы Райымбек ауданымен жұмыс істейміз десе, осы жерге инвестиция тартамыз десе, осы жердің кісілермен, осы кәсіпкерлермен байланыс жасаймыз десе, ауыл шаруашылық бөліміне келіп, сіздермен қарым-қатынас жасап, тікелей сізбен байланысса болады деп ойлаймын. Болады. Ол бір жағы енді осы жаңадан дамып жатқан аудан, өзінің үлкен потенциалы бар. Қытайға жақын, мынаяқтан өндеп ары қарай тасимыз десе де, сондай логистический жағынан ол өте тиімді болады деп ойлаймын. Енді біздің айта кететін жағдай, біздің Малтабу KZ сайтына тіркеліңіздер, шаруаларыңыз тіркелсін, бізбен тікелей жұмыс істесін, аламыз, сатамыз деген жарнамалар болатын болса, оның барлығы тегін. Біздің көмегіміз, ауыл шаруашылығына тигізіп жатқан көмегіміз сол болсын. Соны сізде ойлаймын, енді өздеріңіздің бір ақпараттарыңыз бар болса, алмасайық, біз сіздерге көмектесейік, сол ақпараттарыңызды таратуға, елдерге жеткізуге. Сізге көп-көп рахмет. Жақсы, рахмет келгендеріңізге.